Қайырлы күн. Пенсионный фондты қарау үшін сіздерге видео түсірейін деп жатырмын. Міне, егов порталы осылай шығады. Мына жерде төбесінде войти деген тұрады. Осы арқылы біз ЭЦП ключімізді таңдап, ЭЦП ашу туралы видео менің каналымда бар. Қарап шықсаңыздар болады. Мінекей өйстіп кіреміз. Мінекей автоматты түрде менің страницама кірді. Енді міне төбесінде платежи, открытое правительство, личный кабинет, апробация услуг дегендер тұр. Міне осы жерде апробация услуг дегенге кіреміз. Мінекей. Осы жерде балаларды садикке тіркеу, балабақшаға справка алу, мектепке тіркеу деген сияқты шығып тұр. Налоговыйдың отчеттары, өзіңізге керегін тауып аласыз. Мына жерде получение справки о пенсионных отчислениях дейді. Социальное обеспечение. Осыны басып, уақытын таңдаймыз. Осындай уақытпен өзіңіз таңдап аласыз. Мысалға 2012 дейсіз бе? Осы уақыт аралығында отправить запрос. Мұнда электронды ключ керек болғандықтан электронды ключ таңдадым. Бұл қол қоятын кезде екіншісін таңдаймыз. ЭЦП ключтің. Және парольді жазамыз. Сөйтіп қол қоямыз. Бізде 1 сағатта дайын болады деді, бірақ біз 1 сағат күткен жоқпыз. Обновить статусты басқанда автоматты түрде шығып тұрды. Қазақ және орыс тілдерінде шығады. Мінекей уже статус дайын. Қазақша, орысша түрлері бар. Қазақша түрін ашып көрейік. Мінекей қазақша түрін аштық. Мынау 2013-тен бері менде салынған. Соңғы жағын қарасаңыздар, сіздерде общий қанша тұрғаны көрініп тұрады. Менің басқа да видеоларымды көріңіздер. Тағы қандай видеолар көргілеріңіз келеді менің каналымнан, комментарийға жазып кетіңіздер. Егер кішкентайда болса көмегім тиген болса, бұл видеоны достарыңа тарат. Және лайк басуды ұмытпа. Сау болыңыз.